Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге сүтсіз, жұмыртқасыз, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пирожкенің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен картошканы тазалап, осылай жұқа қылып турап, суға пісіріп аламыз. Тұзсыз суға пісіреміз. Одан соң 3 ас қасық сұйық майды құямыз табамызға. Туралған бір жуамызды осылай қуырып аламыз. Қызарғанша қуырамыз. Картошка піскеннен кейін картошканың суынан 300 мл құйып алып қаламыз. Қамырға қосу үшін тағы бір ыдысымызға суын құйып аламыз. Картошкамызға тұз саламыз. Қызарып қуырылған жуаны да қосамыз. Анаға алып қалған картошканың суынан аздап қосамыз. Қою болып қалмас үшін езгішпен езіп шығамыз, жақсылап араластырып. Тез суы үшін осылай жайпақ ыдысымызға салып, суытып аламыз. 300 мл алып қалған картошканың суын құямыз, дрожж саламыз, шекер саламыз, 6 ас қасық ұн саламыз. Ұнды елеп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Пищевой пленкамен осылай бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа алып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін осылай бетін ашып, тұз саламыз. Ұнның жартысын салып, жақсылап араластырамыз. Қамыр осылай қоюланған соң, сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз қолымызбен. Илеп болған соң бетін жауып, жылы жерге 30-40 минутқа алып қоямыз. 40 минут өткен соң қамырымыз осылай 2 есе үлкейеді. Оны алып, 2-ге бөлеміз. Одан соң осылай ұзыншақ қылып алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңызша көлемін қандай қылғыңыз келсе, сондай қылып кесіп аламыз. Барлығын осылай домалақтап шығамыз. Қамырдың екінші бөлігінде солай ұзыншақ қылып бөліктерге бөліп домалақтап шығамыз барлығын. Қамырлардың үстін осылай жауып шығамыз пищевой пленкамен. Одан соң біріндеп алып, осылай жаямыз. Қолмен жайса да болады, немесе оқтаумен жайсаңыздар да болады. Ішіне салмасын көбірек қылып саламыз. Бір шетінен бастап осылай түйіп шығамыз. Осылай формаға келтіріп алып, пергамент қағаз төселген табаға қойып шығамыз. Осы арада пешті 200 градусқа қыздырып қоямыз. Пирожкилердің бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Егерде жұмыртқа болмаса, ас содасына кішкене су қосып, бетіне жағып шықсаңыздар да болады. 5-10 минут осылай қоямыз, пешіміз қызғанша. Одан соң алдын ала қыздырылған пешке 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Пирожкилеріміз осылай әдемі болып пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.